Құрметті бақ өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің жұмыс мемлекет тарапынан қолдау мақсатында Қарағанды облысы әкімінің жыл сайынғы алтын сұңқар сыйлығын өтініштер қабылдау басталды. Конкурсқа өз қызметін Қарағанды облысының аумағында жүзеге асырып жүрген ақпарат құралдарының қызметкерлері шақырылады. Сыйлық көрсетілген өлшемдерді ескере отырып келесі номинациялар бойынша тағайындалды. Қарағанды журналистикасын дамытуға қосқан үлесі үшін, мамандыққа адалдығы үшін, белсенді өмірлік ұстаным үшін, объектив шебері, ауыл тақырыбындағы үздік жариялау, әлеуметтік тақырыпты үздік жариялау, өндіріс тақырыбын үздік жариялау, алғашқы табыстар үшін, жылдың үздік шығармашылық жұмысы, мәнер мен атқарымдылық және әлеуметтік желілердегі өзекті мәселелерді үздік жариялаған үшін. Сыйлықтар лауреаттарды іріктеу жөнінде комиссияның шешімімен конкурстық негізде тағайындалады. Өтініш беру үшін қысқаша өмірбаян, 3 әртүрлі көркем фотосурет және ақпараттық материалдардың тізімі керек. Бір автор бірнеше материалдарын алады. Өтінімдер 2022 жылғы 19 маусымға дейін Қарағанды қаласы Әлиханов көшесі 13-410 кабинет мекен жайында қабылданады.